Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі тақырыпты бастамас бұрын алдыңғы тақырыпқа шолу жасап жіберейік. Біз алдыңғы сабақта видеопад редактормен танысқан болатынбыз. Ендеше осы терезелерге сәйкес атауларын орналастырып шығарайық. Бұл бізде бірінші мәзір жолы, екінші құралдар тақтасы, үшінші орналасқан файлдар тақтасы, одан кейін алдын ала қарау тақтасы. Бұл жерде уақыт көрсеткіші. Ал мына жерде видео жазбалар. Ал астыңғы жағында аудио жолы. Ендеше құрметті оқушылар, бүгінгі сабақтан үйренетініміз видеопад редакторының мүмкіндіктері және видеопад редакторы құралдар тақтасының мүмкіндіктері. Тінтуірді 2 рет басу арқылы видеопад редакторын ашамыз. Біз осы құралдарды пайдалану арқылы видео жазбамызды сапалы дайындай аламыз. Сонымен қатар видео жазбаға әртүрлі әсерлер, аудиолар, суреттер және мәтіндік титрлерін енгізуге мүмкіндік береді. Бұл бізде ашу батырмасы. Ал бұл видеоны кірістіру батырмасы. Ал бұл батырма видеоны экспорттау батырмасы. Одан кейін нысандарды кірістіру батырмасы. Ал мына батырма жобаны сақтау батырмасы. Одан кейін файлды кірістіру батырмасы. Ал бұл мәтінді кірістіру батырмасы. Ал мынау плашканы кірістіру. Одан кейін жазу батырмасы. Бұл батырманың қызметі камера арқылы өзінді видеоға түсіруге және экранды жазуға, оның ішінде аудионы жазуға мүмкіндік береді. Одан кейінгі батырма видео әсерлер. Одан кейінгі батырма ауысулар және жою батырмасы. Одан кейінгі батырма аудио әсерлер және мәтіндік әсерлер. Ал мына батырма қалпына келтіру. Ал енді балалар видеопад редакторының құралдарының ішіндегі ең маңыздылармен танысып өтейік. Мұнда нысандарды кірістіру батырмасының ішінде анимациялар, мәтіндер, суреттерді кірістіруге болады. Ендеше осы батырманы басу арқылы мына бөлімдегі титрларды қосып көрейік. Және де видеомызға сәйкес бір тақырып жазамыз. Енді іске қосып көрейік. Балалар, бүгінгі сабақта біраз мағлұмат берілді. Ендігі кезекте тапсырмаларды бірге орындап жіберейік. Яғни терезелердің атауларын сәйкестендіріңіздер. Балалар, берілген уақыт аяқталды. Тапсырмаларды орындап болсақ, ендеше өз жауаптарыңызды сәйкестендіріңіздер. Бірінші, уақытты көрсету. Келесі, мәтіндік әсерлер. Үшінші, қаріптің түсін өзгерту. Ендеше тексеріп көрейік. Мінекей, жарайсыңдар. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.